2022 жылдың алғашқы сәттерімен жер шарындағы Бахаи қауымдастығы жаһандық конференциялар топтамасын тағатсыздана күтті. Ол саяхаттың жаңа кезеңіне аяқ баспақ. 2022 жылға шолу жаңа саяхаттың басталуы. Қоғамдық күйзеліс пен шиеленіс жағдайында бірнеше ай бойы бүкіл жер шарында конференциялар өтті. Осы конференциялардың арқасында сансыз көп адамдар шұғыл қажеттілік сезімін өз қоғамдарының ілгерілеуіне күш салуға арнады. Көптеген жиналыстарға қатысушылар келесі жайттарға назар аударды. Бейбіт қоғам құрудағы әйелдердің рөліне, қоғамдық ұйымшылдықты дамытудағы әлеуметтік көшбасшылардың рөліне, өркениетті алға жылжытудағы жастардың рөліне, бір тұтастықты бейнелейтін өнердің рөліне. Бұған қоса конференциялардың арқасында бүкіл әлем бойы қоғамдық әрекетке үлес қосу талпыныстары күшейді. Замбияда Бахаи білім беру бағдарламаларын ұсынудың бірнеше 10 жылдық тәжірибесінен кейін Катойола өңіріндегі ауылдарда жергілікті білім беру жүйесін дамыту көзқарасы нық орнады. Австрияда жаңадан келген жанұяларға неміс тіліндегі сабақтар ұсыну бастамасы сан түрлі адамдарға жалған ойларды жеңуге мүмкіндік берді. Жастар өз қауымдастықтарының қажеттіліктеріне алғашқы болып жауап бергендердің қатарынан табылды. Канададағы жастар құрдастарының шабыттанып жігерленуіне музыканың тигізетін ықпалын зерттеді. Малайзиядағы жастар қатты су тасқынынан кейінгі халық жағдайын қалпына келтіру талпыныстарының алдыңғы шебінде болды. Жаңа фильмде жаһандық Бахаи қауымдастығының соңғы 100 жылда өткен жолы көрсетілді. Халықаралық Бахаи қауымдастығы көптеген қоғамдық дискурстарға атсалысты. Ауыл шаруашылығы саласындағы орнықтылық жас шаруалардың біліміне тәуелді. Ауыл шаруашылығы саясатын адамзат бірлігі тұрғысынан зерттеу. Технологиялар, үкімет және азаматтық қоғамның арасындағы байланыс жайлы жек көрушілікке толы сөздерді тоқтату. Африка-Еуропалық ынтымақтастық байланысындағы бірлік қағидасын алға жылжыту. Біріккен ұлттар ұйымының жоғарғы деңгейдегі кездесулер аптасындағы жалпылама жиналысында тұлғалар біртұтастығының тақырыбын зерттеу. Жұмыс болашағын қайта зерделеу. Рухани қағидаларды ұстану арқылы бейбітшілікке жағдай жасау мүмкін. Адамзаттың табиғатпен қарым-қатынасын қайта құру. Біріккен ұлттар ұйымының климаттың өзгеруіне байланысты 27-ші конференциясы COP27 климаттың өзгеруіне қарсы әрекет үшін маңызы бар негізгі қағидалар бойынша келісім. Климаттық дағдарысқа жауап беру үшін гендерлік теңдіктің қажеттілігі. COP27 конференциясында халықаралық Бахаи қауымдастығы Вануатудағы коралдық рифті қалпына келтіру жобасы жайлы фильм көрсетті. Ұлттық Бахаи қауымдастықтары әр алуан форумдарда атсалысты. Үндістан отбасыдағы теңдіктің жаңа мәдениетін қолдауда. Мысыр елі Бахаи қауымдастығы жайлы қысқа фильмде бірлесіп, өмір сүру үшін күш салу керектігіне ерекше көңіл бөлінеді. Чили гүлденген қалаларды дамыту. Австрия қойылымда Тахираның еуропалық әйелдер қозғалысының негізін салушымен байланысы зерттеледі. Біріккен Араб Әмірліктері бейбітшілікті қолдаудағы діннің рөлін зерттеуде. Нидерланд нәсілдік бірлік дискурсына үлес қосу. Замбия білім беру саяхатының болашағын жоспарлау. Тунис теледидардағы сұхбатта қоғамдағы діннің жасампаз рөлі зерттеледі.
Әзербайжан Бахаи бірлік қағидасы адамдарды бірлесіп өмір сүру тақырыбы бойынша ұлттық конференция өткізуге шабыттандырады. Ұлыбритания сенсацияны көздеген журналистика ақиқатты түсінуге кедергі келтіреді. Индор Бахаи кафедрасы климаттың өзгеруіне қарсы әрекетке қажетті қағидалар. Канада оқу топтары жыл сайынғы Бахаи зерттеулер одағы конференциясын толықтырады. Соңғы жылда Ирандағы бахайларды қуғындау күшейе түсті. Олжаста тұтқындаулар мен Рушенку ауылындағы үйлерді қиратумен одан әрі ушықты. Our hearts and the heart of every unbiased observer ache as we watch the loss of innocent human life in Iran. Осы жағдайлардан кейін бірнеше апта өткен соң Иранда табандылық танытқан екі бахаи әйелі 20 жылға сотталды. Бахаи ғибадат үйі қауымдастықтарды сыйыну әрі қызмет көрсету рухымен бөлейді. Папуа Жаңа Гвинеяда салынып жатқан ғибадатхана көпшілікті жобаға атсалысуға шабыттандырды. Конго Демократиялық Республикасында ғибадатханың күрделі сыртқы дизайнын көруге болады. Панамадағы ғибадатхананың 50 жылдығы атап өтілді. Бұл күллі адамдардың мінәжат етіп, қоғамға қызмет көрсету үшін шабыт алатын орны. Абдул-Баха кесенесінің құрылыс жобасы. Оның айналасындағы өрттің салдарынан болған кідіріске қарамастан жалғасуда. Аккадағы зиярат орталығында жұмыстар басталды. Дизайны жасалуда. Бахаулланың айтуынша, барлық адамдар мәңгі дамитын өркениетті алға жылжыту үшін жаралған. Бұл әр адам тұтас адамзат жанұясының бейбітшілігіне, гүлденуіне және бірлігіне үлес қосуға жауапты дегенді білдіреді. Бүгінде адамзат тап болған ғаламдық сын-қатерлер, оның қысқа мерзімдік жеке бас мүддесін ысырып қойып, кәміл рухани ақиқатпен келісуге деген дайындығын қатал түрде сынайды. Бұл кәміл рухани ақиқат мынадай: жер бетінде бір ғана өзара байланысты адамзат жанұясы бар, және оның баға жетпес бір ғана отаны бар.